Бисмиллах деп, бүгін сіздермен бір жасағаннан осындай тесік-тесік әрі жұмсақ болып шығатын блинчиктің рецептісімен бөлісемін қыздар. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, екі бетімен де осылай орай бересіздер. Қыздар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Алдымен жылы сүтке, қыздар, міндетті түрде сүттеріңіз жылы болсын. Жұмыртқаны артынан қантты саламыз. Үстінен ас содасын және тұзды саламыз. Сұйық майды құйып, ұнды салып, бір келкі масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Бізде іртіксіз әп-әдемі сұйық масса дайын болады. Қыздар, артық зат мүлдем қоспаймыз. Описаниеде рецептісін қалдырамын, дәл осындай болып шығады. Ал енді қызып тұрған тапамызға құйып, осылай пісіріп аламыз. Осы жерде сіздерге бір құпияны айтайын. Блинчиктің тесік-тесік болып шығуы, ол табаның тікелей қызуына байланысты. Міндетті түрде әр блинчикті алып, пісіріп болып аласыздар ғой. 10 секундқа осылай табаның өзін ғана қойып, табаны бір қыздырып алыңыздар. Сол кезде сіздердің блинчиктеріңіз осындай өте әдемі тесік-тесік болып шығады. Міне қыздар, біздің блинчиктеріміз осындай әдемі болып шығады. Міндетті түрде сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Дәл описаниедегі рецептпен жасасаңыздар, бір жасағаннан ақ осындай күшті болып шығады. Міне менің блинчиктерім жалпы дайын. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Видео ұнаса лайк басып, пікірлеріңіз қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанар. Осындай әп-әдемі блинчиктерді міндетті түрде жасап жеп көріңіздер.